Алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай жерде кім болып жұмыс жасайсыз? Қайырлы күн, аты жөнім Мамешова Саят Әлішерқызы, Тараз қаласындағы Дулати университетінің химия және химиялық технология кафедрасында аға оқытушымын. Бірақ менің өзімнің хоббиім арқылы қазіргі уақытта қосымша жұмыс көзі профориентолог саласында кеңесші қызметін атқарамын. Жалпы бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Негізінде бұл мамандыққа келудегі тарихым өте қызық және ұзақта, бірақ қысқаша айтып өтейін. Жалпы негізі о бастан өзімнің жақсы көрген мамандығым, яғни бала күнімде мұғалім болу, оның ішінде журналист те болғым келді, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі де болғым келді. Бірақ ата-ананың таңдауы бойынша менің мамандығымды әкем таңдап, нәтижесінде мен өзім күтпеген биология және химия пәнінің мұғалімі деген мамандыққа түстім. Соның арқасында да мейлі ғой, енді ізденудің арқасында және осы өзімнің білім алған жоғары оқу орнында кездескен оқытушылардың, оның ішінде Аманқайт Асанұлы деген ғалым, профессор, академик ағай бар. Сол кісі менің жалпы осы 24 жылдық өмірімдегі профориентолог кісім сол болды. Жалпы өзімді табуыма, сол химияға деген, ғылымға деген махаббатымды ашқан сол оқытушы. Соның арқасында да мен сонда да үздіксіз ізденудің нәтижесінде өзім сияқты адасқан адамдардың көп болатынын алдыма келген әрбір химия саласына келген студенттермен күнде бетпе-бет кездесетін болдым. Сол менің жаныма қатты бататын. Неліктен бұлай? Өйткені адам сүймеген мамандығымен жұмыс жасайтын болса, ол одан ләззат ала алмайды. Ләззат алмаған кезде табыс көзі де соған сәйкесінше төмен болады. Сондықтан да мен де сол енді өзімізге сабақ берген ғалым ағайдыңның айтқан кеңестерін үнемі жадымда ұстаймын да, соның арқасында студенттеріме үнемі жігер берем. Қазіргі сіздердің тілмен айтқанда мотивация дейді ғой. Енді қалай мен профориентолог болдым? Жалпы бізде жыл сайын кәдімгі еңбек демалысына шығамыз, бірақ еңбек демалысы деген аты болғанымен біз университетте өзіміздің мамандыққа қатысты талапкерлерді жинайтын сондай бір дәстүрлі жұмыс түрі бар. Сол жыл сайын ешқандай ақысыз біз университетте химия мамандығына түсетін абитуриенттерге кеңес беріп жүрдік. Солай мен 7 жыл уақытым өткен екен. Сонымен осы 2021 жылы мен бір күні жаңалықтар тыңдап отырған кезде, ол кезде министр Асхат Аймағамбетов болатын. Сол кісі үлкен бір есеп беру жиналысында келешекте оқушылардың өзінің дұрыс мамандығын табу, Қазақстанда жұмыссыздықтың алдын алу деген сияқты тақырыптарды көтере келе, мектептің барлығында осы профориентолог деген мамандық штатты немесе факультатив бір қосымша сала ретінде кіргіземіз деп үндеу салды. Сол сәттен бастап профориентолог деген сөз менің қатты жаныма жағып қалды да, сол түні отырып профориентолог деген кім деген сұрақтың үстінде іздендім. Енді шыны керек, сағаттап бір 3-4 сағат уақытым қалай өткенін білмей қалдым. Жаңағы мамандықтың кім екенін оқи отырып, мен өзіме қажетті нәрсе екенін бірден түсіндім. Бірақ араға бір 3-4 ай өтті. Енді бәлкім сәйкестік шығар. Бір күні кезекті бір ақпаратты, мен өйткені кафедрада, қазіргі не дейді ғой, ақпараттық медиа бөлімге жауаптымын кафедрада. Сол жердегі өткен іс-шаралардағы өткен оқиға туралы баяндап, жаңағы тиісті әлеуметтік желіге жариялауым керек. Сондай бір кезекті ақпараттық жұмысты жасап отырғанымда Жадыра Тойбай деген кісінің видеоролигін көріп қалдым. Ол Фейсбукте болатын. Жаңағын тыңдап отырсам, әлі есімде 22 мамыр айы 2021 жыл өзінің осы профориентолог мамандарын дайындайтын және сол Асхат Аймағамбетовтың айтып өткен сөзін негізге алып отырып, жарнамасын жасап жатыр екен. Енді қазіргі тілмен алғанда таргет ғой. Содан жаңағы кісінің курсын тыңдап алдым да, енді маған қатты өтті, ұнағаны соншалық. Сөйтіп бірден телефон нөмірін сақтадым да, өйткені ол күні түн еді ғой, ертесінде бірден қоңырау қылып хабарластым. Сөйтсем, олардың енді қойып отырған бағасы да қалтамды көтереді екен. Енді жаңағы нәрсенің қандай бағытта жұмыс жасаймын, ол сіздің курсыңызды бітіргенде мен кім болып шығам?
Жалпы мен өзімнің жағдайымды түсіндірдім. Университетте осылай мамандықты ұнатпай грант үшін келетін де студенттердің болатынын айтты. Сөйтіп едім, ол кісі маған жан-жақты ақпаратын берді. Сонымен мен бірден шешім қабылдадым. Дұрыс, мына мамандық нағыз менің қолымнан келетін мамандық екен деп. Солай сол Жадыра Тойбайдың курсын сатып алдым да. Ол курс 2 айға созылды. Сосын енді ол кісіні айтты, бірден адамдар деді, нәтижеге көрсету үшін негізі бәрімізге де тиесілі, даже студенттердің өзіне де айтам да, мен бір нәрсені оқыдың ба, ол теория жүзінде қалдырмау керек, практика керек та, тәжірибе. Сосын ол Жадыра ханымның да айтқаны сол болды. Сіздер курстың соңында диплом жұмысын қорғайсыздар деді. Содан үздік қорғаған азаматтардың ғана мен сертификатын, дипломын, рәсімін беремін, өткіземін деді. Және деді, үздіктердің үздігін Қазақстан Республикасы бойынша профориентологтар ассоциациясына мүшелікке қабылдаймын деді. Сол нәрсе мен үшін өте бір қажетті дүние деп таптым да. Бар күшімді салып, сол жазғы демалысымды пайдаланып, курсты үздік бітіріп шықтым. Ең алғашқы болып диплом жұмысын қорғаған азаматтардың бірі болдым. Сонымен не керек, 8 тамыз күні Алматы қаласында үлкен салтанатты түрде сол кешке қатысып, сол күні менің қолыма Қазақстан Республикасының профориентологтар ассоциациясында мүше деген диплом берілді. Қосымша профориентолог маман деген сертификатты алып шықтым. Жалпы бұл мамандық кім? Профориентолог деген кез келген жастағы азаматтардың қабілетін, қасиетін анықтай отырып, соларға кеңес береді. Мамандық таңдай алмай жүрген адамдардың кім бола алатыны. Себебі бізде психологияда белгілі 4 темперамент бар. Сол темпераменті арқылы соны анықтаймыз да, одан бөлек біздің қолымызда құралдар бар. Сол құралдарға сүйене отырып, сол адамның жалпы портреті дейміз, тұлғалық портретіне диагностика жасап, дәрігердің алдына барғанда аурудың қандай диагноз қойып, қандай ем-шара екеніне назначение жазып беретін болса, біз ол адамның қандай қабілеті бар, неге икемді, темпераменті арқылы қандай жұмыс түрлерін жасаса, ол содан ләззат ала алады деген нақты диагнозын қойып, қолына қағазын береміз. Енді жалпы бұл мамандық маған өте ұнайды. Себебі енді мұғалімдерді білесіздер, жалпы жартылай психолог мамандар ғой енді. Бірақ мен ол профориентолог курсын оқып тоқтап қалмадым. Қосымша осы психология саласында қызыға бастадым. Себебі бізді қоршаған әлем 99% энергиядан тұрады дейді. Кейде көзге көрмейтін тылсым бір күштер арқылы адамның бір ойындағы алдына қойған мақсаттарын бір жүзеге асыруға болатыны туралы кітаптардан мен көп оқимын, өзім профориентолог, сосын жаңа мотивационный, тұлғалық даму туралы кітаптарды көп оқимын да. Сол жерде жазылып өткеннен кейін психологияға да қатты қызықтым. Сонымен зерттей келе профориентология саласындағы кітаптардың қазақ тілінде болмайтынын білдім. Және ол, мына біздің көрші мемлекет Ресейде 10 жылдан бері уже дамып кеткендігін байқадым. Ал енді түпкі тарихын зерттей келе, бұл сырт, жаңа шетелдік мемлекеттерде, шетелдерде 25 жылдан бері кәдімгідей адамдардың жеке кәсібі екенін аңғардым. Сонымен қазіргі уақытта бұл профориентология саласы біздің Қазақстанда нарықтағы нөмір 1 сұранысқа ие мамандық түрлері. Ал енді біздің Тараз қаласында әзірге өте санаулы, бірақ мен енді өзім әлі ондай әріптестеріммен кездеспедім. Бірақ келешекте сондай мамандықтың иесі болғысы келетін кісілермен жұмыс жасауға әркез дайынмын. Жалпы мектеп жасындағы оқушы балаларға профориентологтың кеңесіне жүгіну керек қанша жастан бастап? Жалпы мектеп жасындағы балаларды біз 2 категорияға бөлеміз. Біріншісі жеткіншек, екіншісі жасөспірімдер дейміз. Жеткіншек дегеніміз 9-10 жастан бастап 15 жасқа дейінгі аралықтағы балалар болатын болса, жасөспірімдер 15 жастан 17 жасқа дейінгі азаматтар. Енді мектеп жасында профориентологтың маманның қажеттілігі керек. Оның керектілігін сол жаңа Асхат Аймағамбетовтің министр болып тұрғандағы айтып өткені шыннан да көңілге қонарлық нәрсе.
Ал енді соңғы уақыттағы статистикаға сүйенетін болсақ, біздің Қазақстанда дипломды оқып, бірақ дипломы үйде, шкафтың ішінде тұратын және өзінің ұнайтын саласына кетіп қалып жатқан азаматтар көп. Ал өзім жоғары оқу орнында жұмыс жасай жүріп, грантты оқып бітіргеннен кейін сол саламен жұмыс жасамайды. Ол да өзіне ұнайтын немесе табысы көп жерге қарай кетіп қалатыны қатты қынжылтады. Сол үшін баланы мектеп жасында жүргенде, яғни 4-ші сыныптан 5-ші сыныпқа өтеді ғой. Сол 5-ші сынып негізі өте қолайлы уақыт, бала өйткені өзінің оң солын біледі, адамдармен қарым-қатынасты үйренеді, өйткені бастауыш сыныпта бұлар бір ғана сыныптың ішінде отыратын болса, 5-ші сыныптан бастап әртүрлі пәндер қосылады, соған байланысты мұғалімдер де өзгереді, адаптация дейміз оны бізде. Міне соған үйрене бастайды. Сол үшін баланы 5-ші сыныптан бастап профориентолог маманның кеңесіне жүгінетін болса, немесе сол мектептегі арнайы штаттағы қызметкер профориентологтан сабағын алып, жүйелі жұмыс жасайтын болса, ол бала 17 жасқа толған кезде ешқандай мамандық таңдаудан қиналмайды. Бірақ дегенмен мектептегі сол профориентолог, яғни кәсіби бағдар беруші педагогтың қызметінің өзі сапалы болу керек. Жалпы өзіңіз айтып жатсыз ғой, мамандық таңдайтын кезде бала ата-анасының рөлі қандай болуы тиіс? Жалпы енді дүниеге алып келгенде баланы әрине ол ата-ана алып келеді. Ал бірақ біз қазіргі замандағы оқиғаларды мысалға алатын болсам, бізде былай, бала мектеп табалдырығын аттағаннан кейін осы 70% ата-ана баланың тәрбиесін мектепке тапсырып қойғанда, негізі ол дұрыс емес. Өйткені оған ол өйтіп біз ата-аналарды да кінәлай алмаймыз, себебі табыс табу керек. Қазір біздің Қазақстанда кредит деген бір жүйе бар. Бір емес бірнеше кредит, даже баспаналарында кредит, ипотекаға алып алған, соны төлеу үшін ата-ана деген күндіз кете таңнан кешке дейін жұмыс істеп, баланың тәрбиесі бәрі бір жақты болып қалып жатыр. Және оның үстіне қазір ұялы телефонға телміретін өте бір сондай емі жоқ бір. Енді ауру десек кішкене ащы болып кетеді, дегенмен осындай бір әдет қалыптасты балалардың арасында. Даже кішкентай нәрестеден бастап телефонға құмартып тұрады. Ол да бала үшін негізі өте қиын нәрсе. Енді сондықтан да ата-ана негізі баланың бетпердесі, айнасы. Келешектегі баланың тұлға болып қалыптасуына ата-ананың рөлі басымдық беру керек. Одан кейін тағы бір жағдайды ескерейінші, мен өзімнің практикамда кездеседі. Бізде былай, ата-ана, мысалы біреудің ата-анасы әкесі жағынан бұрын апасы, атасы, немесе семья бойынша 5 ұрпаққа дейін медицина, дәрігер болып келе жатады. Ал енді бала үйде өсет, өнет, шығармашылық жақсы көреді, немесе спортқа барған жетістіктері көп. Тап сол кезде 10-11 сыныпқа келгенде ана баланың өміріне қарсы шығады да, болды, жоқ, сен оны қосымша алып жүре бересің, біз дәрігер болғанбыз, немесе біздің әулеттің бәрі математик, немесе біздің әулеттің бәрі мұғалім, сен сондай болуың керексің деп өздерінің мамандықтарын пихать етеді. Негізі ол дұрыс емес. Өйткені әр бала уникальный дейміз. Аллах тағаланың жаратқаны әр қайсының жеке индивид тұлға. Оның әр қайсының өзінің өмірі бар. Себебі бала өзінің жаны қалаған мамандықты таңдайтын болса, оның келешектегі карьерасы, немесе қазір қазақ тілінде мансап дейді, кәсіби мансап деңгейінде өсуіне сол баланың өзінің жақсы көрген мамандығы толық әсер етеді. Ал енді ата-ананың таңдатқан, енді ата-бабадан ол генетикалық тұрғыдан келе жатыр ғой, соны жалғастыратын болса, ол енді көбіне 25-30% ғана не алып келеді. Енді алдарыңызда мысал ретінде өзімде отырмын, негізі біздің әулеттің басым көпшілігі мұғалімдер, ата-анам жақтан да, әкем жақтан да, анам жақтан да. Бірақ қалай болды? Енді олардың бірақ саласы әртүрлі. Біреу математика, біреу тарих, сондай. Өзім анам тарих пәнінің мұғалімі болған, ұлағатты ұстаз кісі. Ал енді мен саланы таңдаған кезде айттым, бала күнімнен мен журналистика, немесе қазақ тілі әдебиеті филолог болғым келген. Алайда әкемнің таңдауы бойынша бұл жерде тағы да рөл грант. Сол грантты ұтуымыз керек болды. Сол үшін конкурсқа байланысты адам саны аз деп
менің әкем осы биология химия пәнінің мұғалімі деген мамандыққа құжатымды тапсырған. Сондықтан да мен қазіргі ата-аналарға құлақ қағыс ретінде айтқым келеді, өз мамандықтарыңызды балаға пихать етіп тықпаламаңыздар. Себебі барлық ата-ана баласының жетістікке жеткенін, жақсы табыс тауып, өзін де қуантатын, өзін де қуанталатын, жанұясына тіреу болғанын қалайды, иә? Сондықтан да егер сондай болғанын қалайтын болса ата-аналар, онда сіз балаңыздың таңдауымен кеңесу керек. Бірақ қазіргі жағдайда мен мектептерге көбіне семинар болсын, кездесуге жиі барып тұрамын. Сол жерде өзім кездескен оқиғада балалардың өздері кім боларларын білмейді. Міне сондай жағдайда осы кәсіби бағдар беруші педагог немесе біз сияқты профориентолог мамандардың көмегіне жүгінетін болса, ол бала адаспайды. Жалпы қазіргі заманға жаңа мамандықтар тізімін атап өтіңізші, қай мамандықтарға сұраныс көп? Қазіргі заманғы мамандықтардың атын атамастан бұрын, қазіргі тілмен айтайықшы, тренд болған мамандықтар қазіргі уақытта мүлдем сұранысқа ие емес. Мысалы, мен бала күнімде мектепте оқығанда үнемі күнара радио жөндейтін кісі, немесе телефонист кісілер келіп тексеріп жүретін да, тоқтың қалай келіп тұрған, жұмыс істеп тұрған. Қазір ондай мамандықтар мүлдем жоқ. Міне сол сияқты қазір жоғалып бара жатыр. Ал енді соңғы трендтегі мамандық осы соңғы 2 жылда бізде мемлекет тарапынан техникалық мамандықтарға грант санын өсірді. Бұл да осы техникалық салалардағы мамандықтардың қарқынды өсуінің, яғни сұранысқа ие екендігін білдіріп отыр. Оның ішінде ақпараттық технология, кибербезопасность дейді, кибер қауіпсіздік, немесе қауіпсіздікті сақтайтын мамандар, сосын автоматика деген мамандықтар қазіргі уақытта сұранысқа ие. Енді қазір адамдардың бәрі білет, ғаламторларда да жиі айтылады, жасанды интеллект деген шықты. Кез келген сала түрлерінде осы жасанды интеллекттерді қосу арқылы қазір адамның жұмыс күшін көбейтіп алды. Яғни адам кешке дейін отыра алмайды, физикалық тұрғыдан шаршайтын болса, жасанды интеллект 24-7 сағат жұмыс жасай бере алады. Ал сол жасанды интеллектке жан бітіретін, оның қай тілде жұмыс жасайтынын, әрине бұл адамзаттың жасайтын жұмысы болып табылады. Ал енді менің қазіргі қызмет етіп жүрген сала химияда, медицина, бұлар еш уақытта ұстаздар, мұғалімдер, еш уақытта трендтен түспейтін кәсіп иелері. Бірақ бұл айтылған азаматтардың жұмыс тәжірибесі заманның ағымына сай жаңа технологиялармен байып отыр. Сондықтан әрбір ұстаз, әрбір педагог, медицина мамандары, бұлардың бәрі сол заманның ағымына ілесе отырып, өз мамандықтарын жетілдіріп, оқып жүргені тиіс. Сонда ғана ол бәсекеге қабілетті бола алады.